Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін хит болып жатқан 3 стақанмен қимақ пісіреміз. 3 жұмыртқамызды саламыз, тұзымызды шым-шым, қант 3 қасық, тәтті болады бұл жерде. Қантты азайтсаңыздар болады. Жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала өлшеп аласыздар. Ұнымызды саламыз, жарты стақан. Жақсылап араластырамыз. Енді сүтімізді құямыз, 1 стақан. 1 стақан сүтті бірақ құямыз, жақсылап араластырамыз. Қалған ұнымызды саламыз. Алдын ала дайындап аласыздар. Ұн, сүт 1 стақан, сосын 1 стақан қайнап тұрған су. Міне араластырып алдық. Енді қайнап тұрған суымызды құйдық. Жақсылап араластырамыз. Енді 3 ас қасық сүйек майымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып, қызып тұрған табаға құйып пісіреміз. Міне осындай блинный шығады, құймақ шығады. Пісіріп көріңіздер, өте дәмді. Маған лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Міне, істеп көріңіздер. Өте оңай, өте жұқа, өте дәмді шығады.